Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Бүгін қасиетті жұма, бәрімізге мүбәрак болсын. Тілектеріміз қабыл болсын. 1 желтоқсан тойланатын бірінші тұңғыш президенттің күні мейрам деп санап жатыр. Мен оны мейрам деп санамаймын. Ол кісі 30 жыл отырып түк те бітірген жоқ. Жай ғана мысалы 30 жылда бір айтуға да ұят. Әжетхана салынған жоқ қой елімізде. Не деген масқара, ұят. Бәрі қымбатшылық. Қаншама жыл билікте отырса да, ой ертең біз қазақстандықтар Дубайдан да, арабтардан да бай тұрасыңдар деп үйіп төгіп уәдені айтты. Бар айтқаны өтірік. 30 жыл болды бәрін алдап келе жатыр. Негізі ер жігіт, еркек адам екі сөйлемейді, ерден екі сөйлеген өлген дейді. Бұл кісі тірі кезінде өлген адам ғой. Не керек оның байлығы, мансабы, атағы, даңқы, абырой болмаса. Бұл дүние деген жалған дүние ғой. Ертең бәріміз кетеміз ол дүниеге, бәріміз сұраламыз. Соны ойламай ма? Көріне алып кетпейді ол байлықтың бәрін. Сондықтан қазақстандықтар 1 желтоқсан ешқандай мейрам емес. Рахмет, назарларыңызға.